Сәлеметсіңдер ме, қайырлы күн оқушылар. Бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Бұл жақта бізде 643 есептен бастап шығаратын боламыз. Бұл жақта бізге айтады, теңдеудің түбірін табыңдар дейді. Теңдеуді шешудегі біздің мақсатымыз, ол бізге белгісіз айнымалы, яғни x-тің немесе y-тің жауабын табуымыз қажет. Яғни осының мәні неге тең екенін біз анықтауымыз қажет. Ол үшін бізге белгісіз айнымалы x немесе y-ті теңдіктің сол жағына жинаймыз, ал сандардың барлығын теңдіктің оң жағына жинайды екенбіз. Бірінші есепті шығарып көрейік. Бірінші есепте бізге айтылады 18,8-ден біз x-ті азайтсақ, онда бізде 10,7 шығу керек дейді. Бұл жақта енді белгісіз айнымалы бізде x теңдіктің сол жағында қала береді. X-тің алдында минус таңба болғандықтан үлкен саннан кіші санды азайтамыз. 18,8-ден 10,7 азайтамыз. Баған түрінде есептейміз. 18,8-ден азайтуым керек 10,7-ні. Мына жақта енді назар аударамыз. Үтірдің астында үтір түсті. Және жетпей тұр, я? Мына жақта үтірден кейін 2 сан тұр, ал екіншісінде үтірден кейін 1 ғана сан тұр. Екіншісіне біз 0-ді тіркеп жазамыз. Енді азайтамыз. 8-ден 0-ді азайтсақ бізде 8 шығады. 0-ден 7-ні біз азайта алмаймыз. Сол себепті 8-ден бір қарыз береміз. 10-нан 7-ні азайтсақ 3 шығады. Үтірдің астына үтір түседі. Енді мына жақта бір қарызы кетіп қалды. 7-ден 0-ді азайтсам 7, 1-ден 1-ді азайтсам 0 шығады. Оны жазудың қажеті жоқ. Сонда x-тің мәні тең болады. Бізде 7,100-ден 38-ге тең болады екен. Енді осы біз теңдеуімізді тексеріп көреміз. 18,100-ден 8-ден біз x-тің мәні, яғни 7,100-ден 38 азайтсақ, онда бізде өрнегіміздің мәні 10,7-ге тең болу керек. Тексеріп көреміз. 18,100-ден 8-ден мен 7,100-ден 38 азайтсам, 8-ден 8 азайтсам 0, бір қарыз берем, 10-нан 3-ді азайтсам 7 шығады. 17-ден 7-ні азайтсам 10 шығады. 10,170, я, бұл бізде 10,7-ге тең. Не себепті? Оның алдыңғы сабағында да мен түсіндіріп өткен болатынмын, я? Мысалы, қарастырып көрейік. 10,170-ті ондық бөлшекті жай бөлшек түрінде жазып көрейік. Қалай оқылады? Дәл солай жазылады. 10,170. Бұл бізде тең болады. Енді мен бұл жақтағы алым мен бөлімін бір-біріме қысқарта аламын. Мына жақтағы 70 пен 100 екеуі де менде 10-ға бөлінеді. Яғни мына нөлдары бір-бірімен қысқарып кетеді деген сөз. Сонда бізде теңдігіміз тең болады. 10,7-ге тең болады. Енді бұл жақтан біз нені ұйғаруымызға болады? Мына жақтағы 10,170 пен 10,7 екеуі бір-біріне тең деген сөз. Бір-біріне тең деген сөз. Так, бірінші есеп түсінікті болды деген ойдамын. Балалар, мен жазған мысалдардың барлығын мұқият дәптерімізге жазып отырамыз. Енді келесі біздегі мысалы төртінші есепті қазір мен шығарып көрсетемін. Келесі төртінші есеп. Бұл жақта бізге айтылады 3,155 қосу x-іміз тең болу керек екен 5,16-ға. Енді ары қарай бұл жақта x-іміз теңдіктің сол жағында қала береді. X-іміз тең болады. Қараймыз, x-ің алдында бізде оң таңба болғандықтан бізде мына жақта 5,16 сол күйінде жазылады. Одан біз азайтамыз 3,155-ті. Яғни 3,155-ті теңдіктің сол жағына оң жағына өткізген кезде оның алдындағы таңба керісінше болып өзгереді. X-іміз тең болады. Мына жақта енді баған түрінде азайтамыз. 5,16-дан 3,155-ті азайтамыз. Енді қараймыз. 5,16-да
бізде үтірден кейін бір ғана сан тұр, ал астында 2 сан тұр. Сол себепті 0-ді тіркеп жазамыз. Енді бір-бірінен азайтамыз. 0-ден 5-ті азайта алмаймын. 1 қарыз беремін. 10-нан 5-ті азайтсам 5 болады. Мына жақта менде 5 қалды. 5-тен 5-ті азайтсам 0 болады. 5-тен 3-ті азайтсам 2 шығады. Яғни x-ымыздың мәні бізде 2 бүтін 100-ден 5-ке тең екен. Тексеріп көреміз. 3 бүтін 100-ден 55-ке біз 2 бүтін 100-ден 5-ті қоссақ, 5 бүтін 6 шығу қажет екен. Қосып көреміз. 3 бүтін 100-ден 55-ке қосамыз 2 бүтін 100-ден 5-ті. 5-ке 5-ті қоссам 10, бір ойда болады. 5-ке 0-ді қоссам 5, ойдағы мен 6, 3-ке 2-ні қоссам 5 шығады екен. Бағанағыдай айттық, үтірден кейін бізде егер 0 болатын болса, біз ол 0-ді сызып тастауымызға болады екен. Ал үтірге дейінгі 0-дер болатын болса, онда оны біз сызып тастай алмаймыз. Сонда бізде жауабымыз 5,6, 5,6-ға тең екен. Осымен бізде қалған екі есепті, яғни екінші және үшінші есепті өзіміз шығарып WhatsApp группаға жібереміз. Келесі балалар 644-ші есеп. Бұл жақта бізге айтылады. Өрнекті ықшамдап, оның мәнін табыңдар дейді. Бұл жақта бізде мынандай өрнектер берілген екен. Осы өрнектердің арасында бізде белгісіз А, Б, Д, және мына жақта С деген белгісіз әріптер тұр екен. Осы бізде белгісіз әріптеріміз мына сандармен өрнектелген екен. Мысалы, А дегеніміз ол бізде 0,1098-ге тең екен. Б дегеніміз 16,100-ден 61-ге тең екен. Яғни мына жақтағы біз сандарды сәйкесінше өздерінің әріптерінің орнына апарып қоямыз. Одан кейін барып осы өрнекті біз шығаратын боламыз. Мысалы, мен үшінші есепті көрсетейін. Үшінші есепте бізге айтылады. 50,100-ден 56-дан біз азайтуымыз керек. Жақшаның ішінде 24,100-ден 16-дан 16-ға біз қосамыз 19,8-ді. Осыған біз қосуымыз керек С деген әріпті. Енді мен С деп жазбай қойын. Сразу С-ның орнына мына жақтағы тұрған санымыз бізде 0,1808 орнына қойып сразу шығара береміз. Тең болады. Енді бұл өрнекті табуымыз үшін мен мына жаққа баған түрінде көрсетейін. Ең бірінші біз жақшаның ішіндегі амалды орындауымыз қажет. Яғни 24,100-ден 16-ға мен қосамын 19,8-ді. 8-ден кейін бір 0-ді тіркеймін. 6-ға 0-ді қоссам 6, 1-ге 8-ді қоссам 9, 9-ға 4, 13, бір ойда. 2-ге 1-ді қоссам 3, ойдағы мен 4. Яғни 43,100-ден 96 шығады екен ең біріншісінде. Келесі екіншісінде. Екінші амалымыз бізде мына жақта жақшаның сыртындағы тұрған азайту амалы болады. Яғни 50,100-ден 56-дан мен азайтуым керек екен 43,100-ден 96-ны. 6-дан 6-ны азайтсам 0 шығады. 5-тен 9-ды азайта алмаймын. Жетпейді. 0-ден мен қарыз бере алмаймын. Сол себепті 6-да тұрған мына 5-тен қарыз берем. 5-тен 0-ге қарыз берем. 0-ден мен 5-ке қарыз берем. Ол кезде сандарымыз қалай өзгереді? Мен үстіне жазып қояйын. Мына жақта бізде 5 еді, бір қарыз берді, ол жақта 15 деген сан болды, дұрыс па? Ал мына жақта 5-тен біз 0-ге қарыз бердік, 10 болды ғой, 10-ның бір қарызы кетіп қалды, сонда мына жақта 9 қалды. Ал мына жақта 5-тен менде 4 деген сан қалды. Енді бір-бірінен азайтамыз. 15-тен мен 9 азайтсам 6 шығады, 9-дан 3-ті азайтсам 6, 4-тен 4-ті азайтсам 0. 0-ді жазудың қажеті жоқ. Келесі үшінші амал, ол бізде қосу амалы. 6,6-ға мен қосуым керек 0,1808-ді. Жетпей тұрған жеріне 0-дерді тіркеп жазамыз. Қосамыз. 14, бір ойда. 6-ға 0-ді қоссақ 6, ойдағы мен 7.
Яғни сонда бұл есебіміздің жауабы бізде 7,408-ге тең екен. Болды, осымен есебіміз аяқталды. Келесі есепке көшеміз. Қалған біздегі бірінші, екінші және төртінші есептерді өзіміз шығарамыз үй жұмысы ретінде. Балалар, енді келесі бізде 645-ші есепті шығарамыз. Бұл жақта да бізде теңдеуді шешуіміз қажет, бірақ сәл күрделенген түр екен. Бірінші есепті шығарып көрсетейін. Бірінші есеп бізде айтылады. 80-нен біз азайтуымыз керек. Жақшаның ішінде 35,6-дан 16-ға қосуымыз керек x-ті. Бұл тең болады бізде 11,5-ке. Енді мына жақта назар аударамыз. Жақшаның ішіндегі тұрған 35,6 қосылған x-ті тең деп аламыз. Мына жақта мен айттым ғой, жақшаның алдында минус тұрғандықтан үлкен саннан кіші санды азайта саламыз. 80-нен азайтуымыз керек. Азайтамыз. 11,5-ті. Енді мына жақта теңдіктің сол жағындағы тұрған санды дәл солай жазамыз. 35,6 қосылған x-іміз тең болады. Енді біз 80-нен 11,5-ті азайтуымыз керек. Баған түрінде азайтамыз. 80-нен азайтамыз 11,5-ті. 80 дегеніміз ол бізде бүтін сан болғандықтан үтір 80-нен кейін қойылады. Одан кейін бір нөлді тіркеп жазамыз. Бізде 0-ден 5-ті азайта алмайтын болғандықтан қарыз береміз. 10-нан 5-ті азайтсақ бізде 5 шығады. Мына жақта 9, 9-дан 1-ді азайтсақ 8. Мына жақта 7 қалды, 7-ден 1-ді азайтсақ 6 шығады. Яғни 68,5. 68,5. Енді біз мына 35,6-ны теңдіктің оң жағына ауыстырамыз. Сонда x-іміз тең болады. 68,5-тен біз азайтамыз 35,6-ны. X-іміз енді тең болады. Бұл жақта да баған түрінде азайтамыз. 68,5-тен азайтуымыз керек 35,6-ны. 5-тен 6-ны азайта алмайтын болғандықтан қарыз береміз. 15-тен 6-ны азайтсақ 9 шығады. 7-ден 5-ті азайтсақ 2 шығады. 6-дан 3-ті азайтсақ 3 шығады. Сонда x-іміздің мәні бізде 32,9-ға тең екен. X-тің орнына егер мына 32,9 мәнін қойған кезде бізде жауабымыз 11,5 шығу керек. Егер дәл сондай жауап шығатын болса, онда есебіміз дұрыс деген сөз. Так, енді қалған бізде мына жақта мен түсіндіріп өтейін. Екінші есепті біз қалай шығарамыз? Ең бірінші біз мына жақтағы тұрған 13,4-ті біз теңдіктің оң жағына көшіреміз. Яғни 91-ден сендер азайтуларын керек, 13 қосуларын керек 13,4-ті. Не себепті қосасыңдар? Себебі 13,4-тің алдында бізде минус таңба тұрғандықтан, ол теңдіктің екінші жағына көшкен кезде ол плюс таңба болып барады. Мысалы, міне жазып көрсетейін. 62,4 қосу y жақшаның ішіндегіні сол күйі жазасыңдар. Келесі 91-де қосасыңдар 13,4-ті. Арғары есепті шығару оңай деп ойлаймын. Y-ті дәл мынау көрсеткен сияқты табасыңдар. Келесі ал үшінші есепте дәл солай x минус 8,5 бізде тең болады 21,177-ден біз азайтуымыз керек. Не себепті азайтамыз? Себебі мына 9,5 ол бізде оң таңбайы, оң сан. Теңдіктің оң жағына келесі бетіне өткен кезде, яғни бұлай теңдіктің үстіне аттап өткен кезде, ол міндетті түрде бізде алдындағы таңбасын ауыстырып отырады. Минус болса плюс болып барады, көбейту болса бөлу болып барады. Яғни керісіншесі.
азайтамыз 9,15-ті. Мына жақтағы азайту амалын орындап аламыз. Одан кейін мына жақта -8,15 теңдіктің оң жағына өткізгенде ол плюс болып барады. Сөйтіп екісінің мәнін таба саламыз. Барлығы балалар түсінікті болды деген ойдамын. Егер сұрақтарым бар болса, комментарийға немесе WhatsApp-қа жазсаңдар болады. Видеоны соңына дейін қарағандарың үшін рахмет. Жақсы, сау болыңдар.